бақытты өргөтілген студенттік өмірімізді, тәтті өмірдің тәтті де қиын да тағдырдың кейбір тәлкегін де өргөтілген біздің менің құрдасым, әріптесім Айтжан, бұл үлкен той. Бұл бүгінгі той Айтжан тек сенің әулетіңдегі емес, біздің домбыра кафедрасындағы емес, немесе консерваториядағы емес, бүкіл қазақ күйінің тойы. Себебі біздің репертуарымызда 1000 күй болса, 1000. Соның 500-ді Айтжан қолын шықты. Мінекей осы үлкен қазына, күннен күнге балдардың, болашақтың, біздің егеменді еліміздің ең айтып жүрген таусылмайтын қазынасы ол күй. Бұлдай қазына басқа қалыпты басқа ең жоқ. Біле білген адамдар. Біздің таусылмайтын, қайта көбейе беретін байлық осы күй. Сол күйлерді қайтадан тудырып жүрген менің құрдасым, қазақтың азаматы Айтжан Тоқтаров. Сіздер жақсы білесіздер, қазақ мәдениетінің маңдайына біткен өте әйгілі тұлғаларымыз болған. Соның ішінде музыка саласына, қазақ музыкалық мәдениетіне ең алғаш із салған, айрықша еңбек сіңірген Ахмет Жұбанов болатын. Ахмет Жұбан қазақ музыка тануын, қазақтың бүгінгі музыкалық мәдениетінің әліппесінен бастап, бүгінгі деңгей дәрежесіне жеткенге дейінгі аралықтағы өте ауқымды істің басқасында болған тұлға. Оқулықты да ол кісі жазды, ғылыми зерттеу мекемелерінде ол кісі ашты, алғашқы музыка мектептерінде сол кісі бастады, алғашқы оркестрлерді, алғашқы консерваторияны ашуға мұрындық болған сол кісі. Міне осы өте үлкен ұлы дәстүрді жалғастырып келе жатқан Қазақстандағы музыка мәдениетінің ішінде қадау-қадау тұлғалар бар. Сол тұлғалардың ең көрнектісі бүгін сіздермен дидарласып қалып отырған Айтжан Тоқтаған. Бұл кісі 30 жыл бойы Құрманғазы оркестрінің, Құрманғазы консерваториясының профессоры болды Алматыдағы. Содан енді астанамыз көркейіп, Астананың әлеуметтік қарқынына, рухани қарқынды деңгейлестіру үшін үлкен біздің мемлекеттік саясатымызда жағдай жасап отыр, әрі елім деген, жұртым деген азаматтар өз ынтасымен Астанаға келіп, соның рухани әлемінің деңгейін көтеріп жатқан жайы бар. Біздің Айтжанның Астанаға келуі біздің мәдени, рухани өміріміздегі үлкен бір толымды қуаныш сияқты қабылданып жатыр. Қазіргі музыка мектептерімізден бастап, жоғары оқу орындарына дейін негізінен Айтжан жазған кітаптармен оқытылады. Әсіресе қазақтың дәстүрлі музыка, соның ішінде күй өнері осы Айтжан жазған оқулықтармен оқытылады. Жалпы Айтжан туралы айта берсе әңгіме көп, бұл өзі бір әулетімен қазақ музыкасына еңбек сіңіріп жүрген бір жанұя деуге болады. Айтжанның жұбайы, ол үйдегі келініміз Гүлперизат, ол да өмірін музыкаға арнаған адам. Мынау отырған кішкентай бүлдіршіндей балаларды тәрбиелейді да, ішіндегі ең дарынды музыканттарды іріктеп шығарып Айтжанның қолына тапсырады. Айтжан одан әрі қарай үлкен халықтық өнердің қызметшісі деңгейіне тәрбиелеп шығарып жатыр. Бұлайша айтқанда, бүкіл жан ұясымен, бүкіл өзінің азаматтық болмысымен қазақ музыкасына қызмет етіп жүрген азамат. Айтжанды ортаға шақырып қол соғайық.